жолы болу үшін не істеу керек? Кешегі рилсымда сіздермен бөліскен болатынмын. Ағылшын психологының эксперименті. Менің жолым ауыр, маған ешнәрсе оңайлықпен келмейді деген адамдар, олар өзінің өмірін сәттілікке, жол болғыштыққа программалай алады. Өйткені бұл нәрсе менің өзімнің басымнан өткен. Еш нәрсе маған оңай келмейді, мен ауыр еңбекпен, өзімнің белгілі бір іс-әрекетіммен ғана бұл мақсатқа жетемін деп айналамдағы еш нәрсені көрмегенмін, ешқандай белгіні байқамағанмын. Осы сіздерге өздеріңізді сәттілікке, өзіңіздің жолдарыңыздың болғыштығына программалауға осы 3 күндік сіздерді марафоныма шақырамын. Бұл марафон сіздің түбегейлі өміріңізді өзгертеді. Өзіңізді сәттілікке, өзіңіздің жолы болғыштығыңызға, на рахате, на расслабоне деді ғой, расслабиться етіп, өзіңіздің қалағаныңызға жетесіз. Өмір бойы осы техникаларды, осы айналаңыздағы Алланың берген белгілі бір белгілерін оқи біле отыра, сіз осы техниканы қолданып, өміріңіздің соңына дейін қолдана аласыз. Бұл өте керемет техникалардан, керемет белгілі бір іс-әрекеттерден тұратын 3 күндік марафон ораза айында сіздер үшін өте су тегін десе де болады. 1000 теңгеден басталады, бірнеше программа болады. Ол үшін төменге өтіңіз, марафон сөзін қалдырыңыз, сізді группаға қосамын.